Екінті намазы. Екінті намазы 4 ракағат парыздан тұрады. Видеоны ары қарай көрмес бұрын подписаться батырмасын басып, каналға тіркеле кетіңіз. Жүзді қыблаға қаратып, екінті намазының 4 ракағат парызын оқуға ниет еттім деп іште айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын қыблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху Акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып көкірек тұсында ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Мысалы, Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар қыблаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиял а'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил а'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші ракағатымыз аяқталды. 2-ші ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнака л-каусар фасолли ли-раббика ванхар. Инна шанияка хувал-абтар.
Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Роббиал Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиал А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиал А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші ракағаттан кейін тәшаххуд отырысында тек қана әт-тахият дұғасын оқимыз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Мұхаммадан абдуху ва расулу. 2 ракағаттан кейінгі отырыстан кейін Аллаху акбар деп алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Ескерту: 3-ші және 4-ші ракаттарда Фатиха сүресінен қосымша сүре оқылмайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Осыдан кейін Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Роббиал Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиал А'ля, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Роббиал А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. 4-ші ракағат. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиял Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиял А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббил А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Соңында тәшәһүд отырысы бар. Тәшәһүд отырысында қолдың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Отырғанда мына дұғаларды оқимыз. Бірінші әт-тәхият дұғасы. Әт-тәхияту лиллахи вассалауату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل دغسم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك تغسم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң, «Әссәләму алейкум ва рахматуллах» деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. 2 иығына сәлем бергеннен кейін 2 алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Алла тағала құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.